Армысыз көрермен, YouTube-та ғылым және ауыл арнасы және оның жүргізушісі мен Нұрғиса Қыдырбайұлы. Өткенде бір қызық оқиға болды. Ауыл шаруашылығымен, оның ішінде мал шаруашылығымен айналысатын бірнеше жігіт болып, ақылдасып, кеңесіп, сыр бөлісіп, тәжірибемізді бөлісіп, сондай бір отырыс болған, әңгіме айтып отырғанбыз. Сол кезде арамыздан бір тәжірибелі бір осы саланың қыр-сырын білетін бір жігіт маған сұрақ қойды. Нұрғиса, мал шаруашылығында бәрін айтып келе жатырмыз, енді мал шаруашылығында ең бастысы не деді? Ең бастысы не нәрсеге мән беру керек деп сұрақ қойды маған. Мен ойланбастан өзім жауабымды айтып едім. Ол маған айтты сол кезде: Нұрғиса, деді, сен техника ассеминаторсың ғой, деді. Айттым: иә, ассеминатормын, мал ұрлықтаумен айналысамын. Ол айтты: сен ассеминатор екенін білемін ғой, деді. Мен ойлап едім, сен бірінші орында, ең бастысы ауыл шаруашылығында, осы мал шаруашылығында бірінші орында малды ұрықтау, малды асылдандыру, асыл тұқымды мал ұстау дегенді айтатын шығарсың депті. Бірақ мына жауабы маған ұнады, деді. Енді өздеріңіз де түсінген шығарсыздар, мен оның сұрағына мал шаруашылығында ең бірінші асыл тұқымды мал ұстау, малды ұрықтандыру, оны тұқымын жетілдіру деп айтқан жоқпын. Мен ол кісінің сұрағына ауыл шаруашылығында, оның ішінде мал шаруашылығында ең бастысы шешу керек мәселе бұл мал азығы деп жауап бердім. Олай болса, осы видеоның да тақырыбын сол мал азығына арнасақ. Видеомыз осындай форматта, яғни әңгімелесу, сөйлесу, баяндау форматында өтеді, бірақ осы салаға, осы ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы саласына қызыққан адам үшін бұл аса қызық және пайдалы видео болады деп мен өзім ойлаймын. Және өздеріңіз байқаған болсаңыздар, қазір OLX-те, яғни сату алаңында сатылып тұрған ферма көп. Асыл тұқымды мал шаруашылықтары да сатылып тұр. Тіпті биыл олардың саны былтырғыдан да көп. Сатылып тұрған үлкен шаруашылықтар бар, кішілі шаруашылықтар бар, бағалары да сан түрлі. Бір-екеуін экранға береміз, жаңағы мысал ретінде. Енді бір қызық сұрақ туындайды. Егер де ферма сатылып тұрса, ферма дегеніміз ол бизнес. Бизнес сатылып тұрса, яғни оның пайдасы аз немесе пайдасы жоқ деген сөз. Яғни соны жүргізіп жатқан адам оны дұрыс жүргізе алмай жатыр деген сөз. Не үшін деген сұрақ туындайды ғой. Асыл тұқымды мал бар, көрініп тұр, фотоларда әдемі асыл тұқымды малдар бар. Не үшін бұл фермасын сатып жатыр екен деген сұрақ туындаған кезде, қазір Қазақстанда жаппай осындай мал шаруашылықтарының сатылуының себебін анықтай келе, түбінде бәрібір мал азығына келіп тіреледі. Өйткені мал шаруашылығы бұл өндіріс, ал өндіріс барынша арзан және сапалы болу керек. Сапалы болу үшін мал азығы бұл құнарлы болу керек, ал оның бағасы барынша арзан болу керек. Ал бізде қазір ондай бар ма? Осы тақырыпты қазір талдап көреміз, және ең бастысы біздің бүгінгі видеода қарастыратынымыз бұл шөп, сенаж және силос. Сенаж және силос деп айтамыз. Қазақшасы шөп, пішендеме және сүрлеме. Осы үшеуін талдап шығамыз. Шөп дегеніміз не екенін өздеріңіз білесіздер. Сүрлеме дегеніміз не, ол қалай дайындалады, ал пішендеме дегеніміз не, ол қалай дайындалады. Олардың айырмашылықтары, соның барлығын талдап шығатын боламыз. Себебі, бұл видеоны түсіруге себебі біз бұрынғы тәсілде мал бағу қазір экологиялық мәселелерге байланысты, экономикалық мәселелерге байланысты жылдан жылға тиімсіз болып бара жатыр. Сондықтан да біз қазір мал азығын дайындаудың аса заманауи түріне көшуіміз керек сияқты. Осыны талдап көрейік. Ең әуелі дәлелдеуді қажет етпейтін бір аксиома бар, соны айта кетейік. Мысалға айталық, асыл тұқымды сиыр болсын, ешкі болсын, сіз оны қанша жерден керемет асыл тұқымды болса да, ол занин тұқымды болсын, альпийский тұқымды ешкі болсын, не болмаса галштин тұқымды сиыр болмасын, тамағы бәрі дұрыс болмаса, ол сізге асыл тұқымды болғаны үшін керемет мол сүт бермейді. Ал тамағы дұрыс болу үшін, яғни бұл жануарлардың негізгі тамағы шөп болғандықтан, біз осы шөпті қазір талдап көрейік. Шөп, сүрлеме, пішендемені.
анықтама ретінде әрқайсысын бөлек бірінші түсіндіріп өтейін. Шөп, оны білесіздер, өсіп тұрған шөпті апарамыз да шабамыз, оны кептіреміз 10%-ке дейін. Енді ешкім Қазақстанда қазір оның проценттік өлшемін өлшеп жатқан жоқ, бірақ енді білеміз қалай кептіру керек екенін. Кептіреміз, жинаймыз, үйіп тастаймыз, болды, ол шөп. Екінші тәсілі ол пішендеме. Жоқ, мен қазір пішендемені айтпаймын, бірден сүрлемені айтайын, өйткені сізге түсінуге ыңғайлырақ болады солай. Сүрлеме деген ол сүрлеме көбіне жүгеріден негізінен дайындалады. Жүгеріні егеді, оны бірден шабады. Шапқан мезетте, сол мезетте туралады да фермаға жаңа жеткізіледі. Яма дейді, жаңа шұңқыр, бетондалған шұңқырға пленка төсеп, соның үстіне жаңағы салып, қоспаларын қосып, пресстеп, жаңа пресс дегенде трактормен үстінен езіп, таптап, бір-бірін қатты пресстеп, содан кейін қайтадан бетіне жауып тастайды. Бұл сүрлеме. Бұны жаңағы силос дейді жаңағы орыстар, орысшасы. Үшінші түрі бұл пішендеме. Пішендеме сенаж. Сенаж қалай дайындалады? Сенаж сәл кептіріледі, бірақ шөп сияқты 10%-ке дейін емес. Сәл дегенде енді процент өресін айтпай қойын, бәрібір сізге олай түсіну қиындау болады. Былай түсіндіріп көрейін. Таңертең таңғы салқынмен шөпті шаптыңыз делік. Күн орташасы жаз мезгілінде түске қарай шөптің қандай болатынын білесіз. Енді елестетіп көріңіз, түсте келдіңіз, 12-1 шамасында. Шөптің жағдайын қандай болып тұратынын білесіз ғой енді. Сондай шөпті рулондап, оны пленкамен орап тастауға болады. Не болмаса, жаңағы сенаж дайындалған сияқты, сүрлемен дайындалған сияқты ямаға жабуға да болады, шұңқырға, бетондалған шұңқырға. Бұны үшінші тәсілі бұл пішендеме тәсілі. Яғни пленкамен орауды айттым, жаңағы рулондайсыз, пленкамен орайсыз, ішіне ауа кірмейтін қылып, солай сақталады. Энергетикалық құндылығы жағынан енді бірден түсінікті шығар. Ең ішіндегі құнарлысы әрине бұл жүгеріден дайындалған сүрлеме. Екінші пішендеме. Пішендеме бізге көбінесе енді горох дейміз ғой, бұршақтан дайындауға болады, негізгі түрі. Ал үшіншісі ең құнарлылығы төмен бұл шөп. Енді біз қазір құнарлылығын айттық. Енді жыл 12 ай пайдалану бойынша айтайық. Жыл 12 ай бойынша пайдалану бойынша сенаж бен силосты пайдалануға болады. Яғни сүрлемемен пішендемені. Бірақ шөпті емес. Неге? Жалпы біздер жайылымға жайғанды жақсы көреміз ғой. Сондай түсінік қалыптасқан, бірақ жайылымға жаюдың да өзінің кемшіліктері бар. Ол әсіресе сүт бағытқа арналған кезде, яғни жазда шөптің сапасы басқа өсіп тұрған, көктемде шөптің сапасы басқа, күзде оның сапасы төмендейді деген сияқты. Сондықтан да ауытқу болады, яғни рацион біркелкі бола алмайды. Сіз біркелкі рационды жайылымда қамтамасыз ете алмайсыз. Ал жаңағыдай малдың шөбін шауып әкеп дайындайтын болсаңыз, ол кезде жыл 12 ай бойы сіз рацион өз қолыңызда өзіңіз шешесіз деген сияқты ғой. Келесі, енді бағасы жағына келетін болсақ, жалпы мынандай бір түсінік қалыптасқан. Бағасы ең арзаны бұл шөп деген. Одан кейін сенаж, одан кейін силос деп. Негізіне олай емес. Керісінше ең қымбаты бұл шөп. Неге? Өйткені оның энергетикалық құндылығына былай салыстырып есептейтін болсақ, ең қымбаты шөп. Қайта ең арзаны бұл жүгеріден дайындалған жаңағы сүрлеме. Жүгеріден дайындалған сүрлеме бұл ең арзан, энергетикалық жағынан құндылығымен есептейтін болсақ, бұл ең арзаны. Себебі мысалы айталық 10%-тен төмен түскеннен кейін шөптің ылғалдылығы ол былайша айтқанда қақырлап қалады. Сынып, бөлініп, жапырақтары түсіп деген сияқты. Сондықтан да
көп нәрсені жоғалтасыз, оның энергетикалық құндылығы да түсіп кетеді кеуіп кеткеннен кейін. Екінші несі, ол мысалға айталық, жаңа бұршақтан дайындалған сенаж болатын болса, онда оның несі сәл, егер де пленкамен орайтын болсаңыз, бұл да сәл қымбаттауға түседі. Бірақ жұмысы деген тармаққа өтейікші. Жұмысы жағынан қайсысы қолайлы дегенге. Жұмысы жағынан ең қолайсызы, қолайлы емесі бұл жаңағы сүрлемені дайындау, яғни сенажды. Өйткені қандай үлкен поляңыз болса, қанша үлкен жүгері ексеңіз, соның бәрін сіз аз уақытта шабуыңыз керек, аз уақытта жылдам тез жаңағы ямаңызды толтыруыңыз керексіз, және тез оны жауып тастау керексіз. Ол үшін сізге көп техника керек, көп адам керек, көп жұмыс күші керек деген сияқты. Неге? Себебі жаңа айттық, ылғалдылығы, максималды ылғалдылықты, яғни сапаны қамтамасыз ету үшін. Яғни біреу шауып ату керек, біреу тасып жату керек, біреу оны қоспаларын қосып үстін пресстеп атуыңыз керек, басқа адамдар оны бір жаңа пленкамен жаңағы яманы шұңқырды жауып жату керек. Сондықтан да бұнымен Қазақстанда тек өте үлкен фермалар ғана айналысады, ірі фермалар ғана айналысады. Тіпті орта деңгейдегі шаруашылықтардың өздеріне осындай силос дайындауға, сүрлеме дайындауға шамасы жетпейді. Өйткені бұл тракторым бұзылып қалды, ертең істеймін деген ол сапаны өте қатты түсіреді. Ол болмайды. Сондықтан да көп техника керек, көп адам керек, және жылдам жасалу керек. Екінші түрі бұл жаңа айттық, силос, пішендеме. Пішендемені таңертең шауып, бір трактормен ғана дайындауға болады. Таңертең шауып келесің, түстен кейін кеп түсте пресстейсің, оны жаңағы дайындайтын, сақтайтын жеріңе дейін тасып әкеп, сол престі тасып әкелгеннен кейін барып, сол жерде пленкамен орап тастауға болады. Неге? Бірден орамаймыз, себебі тасымалдау кезінде ол пленканы жыртып алмау керек, бүлдіріп алмау керек. Дайындаудың жұмысы жағынан ең оңайы бұл шөп. Бүгін шауып кеттің, жата береді, ертең кешке оны мүмкін жинауға болады, ылғалдылығын барынша сақтай отырып деген сияқты жаздың күні. Шөпті, сенажды және силосты түсіндірдік. Жалпы осы үш негізгі қолдануға болатынның ішіне мен өзімі жалпы қолай көретінім бұл әрине сенаж. Яғни бұған көп жұмыс күші керек емес, және бұл аса қымбат емес, және сапасы жағынан да өте жақсы. Одан бөлек сабан туралы да азырақ айта кетейік. Тек қана сабан беруге әрине болмайды, бірақ оны рационға қосуға әрине болады. Сабан негізінен ең жақсы сабанның түрі бұл рапс. Рапстың сабаны бұл өте жақсы сабан болып есептеледі әлемдік деңгейде. Бірақ біздің елімізде арпаның сабанын қолданады көбіне. Әлі есімде деп қоямын, осыдан 4 жыл бұрын ғой. Ресейден алғаш ешкілерді алып келіп, осында Қазақстанда шаруашылықты бастап, деп бастап жатқан кезімізде бір орыс жігіттер келіп маған ячмень дейді, арпаның сабанын аласың ба деп ұсынған. Мен басында бас тартқам, кейін ана арпаның түрін көрген, сабанның түрін көрген кезде мен айттым, алам дедім. Себебі қысқа қарай қалып қойған арпа екен да шабылмай. Олар басындағы масағымен бірге қосып сөйтіп дайындалған сабан екен. Ондай сабан әрине малға беруге болады, өйткені пресс шашып жүрген кезінде ішінен арпасы төгіліп жатты. Өте сапалы, яғни ішінде арпасы бар. Осындай форматтағы видео болды. Келесі видеомыздың тақырыбын мүмкін дәнді дақылдарға арнайтын болатын шығармыз. Мүмкін кебек, арпа, бидай, жүгері деген сияқты, не болмаса жаңағы сұлы деген сияқты дақылдарға арнайтын шығармыз. Егерде сіздердің тараптарыңыздан қолдау болса әрине. Осындай форматтағы видео сізге ұнады ма? Қандай
Мысалға мен өзім мұндай видеоны кейбір азаматтар болады ғой, видеоны түсіреді, сала береді, түсіреді, сала береді, оған қызық емес, көріп жатыр ма, көрмей жатыр ма деген сияқты. Біздің бұған ұстанымымыз сәл басқашалау. Егер де біз видеоны ютубқа салып соған еңбектеніп жатсақ, яғни адамдар оны көру керек. Егер де оларға барынша пайдалы болу керек, барынша ұнау керек деген сияқты. Осы туралы пікіріңізді білдірейік, келесі видеоларды қалай жасаймыз деген ойға пікір қоссаңыздар екен дейміз. Және бүгінгі шығарылым тақырыбында да өз пікіріңізді айтсаңыз болады. Шөп туралы, сіз шөпті қалай дайындайсыз, әлде сенаж дайындайсыз ба, силос дайындайсыз ба деген сияқты. Бізде жаңа айтпай кеткен тағы да бір тақырыптар мүмкін қалып кеткен болар. Олар туралы да өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді комментарий бөліміне жазып қалдырыңыз. Келесі видеоларда жүздескенше аман сау болыңыз.